Пионер 28 IT мектеп-лицейінің 3-Е сынып оқушысы Селхан Балнұр Алмасқызы. Менің жобамның тақырыбы лимон, оның таңғажайып қасиеттері, зерттеудің өзектілігі. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Сондықтан жеміс-жидектердің арасынан лимонды таңдап, ол туралы мәлімет тауып, оның қасиеттерін ашып, күнделікті өмірде қолдану тәсілдерімен таныстыруды жөн көрдім. Менің тақырыбымның мақсаты лимон жемісінің адам денсаулығына пайдалы екенін түсіндіру. Зерттеу мен тәжірибе өткізіп, лимонның пайдалы қасиеттерін күнделікті тұрмыста қолдану қажеттілігін дәлелдеу. Лимонның шығу тегі. Лимон жемісі туралы алғашқы мәлімет Қытайдағы 8-ші ғасырға жатады. Ал 11-ші ғасырда арабтар оны Испанияға әкелген. Тап сонда осы өсімдік қазіргі түрінде қалыптасқан деп саналады. Лимон қайдан келген? Александр Македонскийдің әскерлері лимон жемістерін Европаға Үндістаннан әкелген. Оларды үнді алмалары деп атап кеткен. Джеймс Кук өз теңізшілерін цинга ауруынан қорғау үшін лимон жегізген. Сондықтан 17-ші ғасырдың британдық теңізшілерін лаймис, лимондықтар деп атап кеткен. Лимон дегеніміз не? Лимон цитрустар тұқымдасына жататын көп жылдық, мәңгі жасыл өсімдік. Елімізде осы уақытта 2 жерде ғана лимон өсіледі. Ол Шығыс Қазақстан облысында Өскемен қаласының маңайындағы Украинка деген ауылда земляные Николай мен Людмиланың отбасы және оңтүстік Қазақстан облысының Дидар Имашев басқаратын Нығметолла деген шаруашылығы. Онда бейбітшілік деген лимон түрін өсіре бастады. Шаруашылықта 5 жылыжай бар. Оларда 1500 лимон көшеті салынған. Лимонның құрамы. Лимон минералдық тұздар мен лимон қышқылынан калий, А дәрумені, В1, В2, Д мен П дәрумендерінен, тағы да клетчатка мен эфир майларынан тұрады. Лимонның емдік қасиеттері. Лимон иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардан арылуға көмектеседі. Антисептикалық қасиетін қолданып, жараларды емдеуге болады. А витаминоз бен гиповитаминозды алдын алады. Ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға көмектеседі. Жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алады. Лимонның иіс кетіргіш және тазартқыш қасиеттері бар. Оны мен тәжірибе арқылы жасап көрдім. Лимонды 2-ге бөліп тоңазытқышқа қойсақ, ондағы әртүрлі жағымсыз иістерді
кетіргеніне көз жеткізуге болады. Екінші тәжірибе киімдегі дақтарды лимон шырынымен кетіруге болады. Тағы да ас бөлмесіндегі алюмин заттар жылтыратуға болады. Бөлме бұрыштарына, терезе астына лимон шырынын сеуіп қойсақ, үйге өрмекші, құмырсқа, бүргелер кірмейді. Лимонның тазартқыш қасиетін тексеріп көрдім. Лимон шырынымен матадағы дақтарды кетіруге болады. Ол үшін мақта дискіне йодты тамшыладым. Одан кейін пайда болған даққа лимон шырынын құйдым. Оны 5 минут уақытқа қалдырдым. Лимон шырынындағы лимон қышқылы йодтағын кетірді. Тұжырым: қымбат, зиянды дақ кетіргіштердің орнына лимон шырынын қолдануға болады. Лимонның тағы бір тазартқыш қасиеті: алюминийден жасалған ыдысты тазарту. Ол үшін алюминийден жасалған ыдыстың ішін лимонның жартысымен сүртіп 10 минутқа қалдырып кеттім. Кейін сумен шайып, шүберекпен сүрттім. Лимон ыдысты тазартты. Тұжырым: ыдыс тазартқыштардың орнына лимон шырынын қолдануға болады. Лимонның шай түсін өзгертетінін дәлелдеу. Ол үшін шайды аққұманға шығарып, 2 ыдысқа құйдым. Біреуіне лимон қостым. Сол ыдыстағы шайдың түсі ағарды. Тұжырым: лимон шайдың түсін ағартып, біздің түсімізді сарғаюдан қорғай алады. Қорыта келсек, тәжірибе арқылы мен лимонның шын мәнінде таңғажайып жеміс екенін дәлелдедім. Ол үй шаруасына жақсы көмектеседі, киімдегі дақтарды кетіреді, ыдыстарды тазартады, тістің ақ болуына жақсы ықпал етеді, тіпті электр қуатын да береді. Ал адам денсаулығына деген пайдасы шексіз. Сондықтан жемістердің арасында лимонға тең жеміс жоқ деп анықтадым. Күнде бір лимон жесеңіз, ешқашан ауырмайсыз деп жұмысымды қорытындылауға болады.